Мына кісі Америкадағы ең бай компаниямен 18 жыл бойы соттасқан. Яғни бұл дәлелдемекші болған нәрсе адамзаттың өмірін құтқарған десек болады. Бүкіл адамзатты ескертпекші болған. Яғни Америкадағы ең бай DuPont деген компания болған. Ол компания мысалға біздің тамақ өнімдеріне әсер ететін материал жасаумен айналысқан. Яғни сковородка, қазан сияқты нәрселерге қара қоспа болады ғой, соны қосып отырған. Және оның құрамында адамның ағзасына рак ауруын тудыратын вещество болған. Ал оны компания жасырып келген, қаншама бармақ басты көз қыстылықпен өзінің құдіретін пайдаланып жасырып келген. Ал мына кісі Роб Билот деген Американың адвокаты бір өзі сол алпауыт компанияға қарсы тұрған. Яғни 18 жыл бойы бұл кісі соны дәлелдеу үшін күресіп, денсаулығынан айырылып, семьясымен конфликт туындап, өте үлкен нәрсені басынан өткізген. Бірақ 18 жылдық соттан кейін бұл кісі жеңіп шығып, ол компаниядан 10 миллиардтаған долларын өндіріп алған. Яғни қаншама уақытысы кетті, қаншама энергиясы кетті, не деген қажырлы, не деген мықты кісі. Бұл жайлы кинода түсірілген. Киноның аты «Темные воды». Көрулеріңізді ұсынамын.